Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Бүгін біз сіздермен чак-чак істейтін боламыз. Оны кейбіреулер хворс деп те жатады. Видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ендеше істеуге кірісейік. Ол үшін бізге не бар? 2 ағзат кетеді. Ол үшін біз жұмыртқаны ыдысқа жарып аламыз. Мен 2 жұмыртқа алдым. Енді оның үстіне ұн қосамыз. Ұнның точно грамын айтпаймын. Қамыр болғанша қосу керек. Енді қамыр болғанша ұн мен жұмыртқаны осылай жақсылап араластырамыз. Осындай күлше болғанға шейін ұн қосып отырамыз. Мінекей достар, бізде осындай кішкентай қамыр шығады. Егер де сіздер көбірек чак-чак қаласаңыздар, үлкен қамыр шыққан қаласаңыздар, 3 жұмыртқамен немесе 4 жұмыртқамен де илеуге болады. Енді біз оны иіғанғанша жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Достар, менің күлшемнің иіғанды, енді біз оны жақсылап жайып аламыз. Достар, мені осындай жұқа болғанша жайып алдық. Енді біз оны кез келген формада кесеміз. Мінекей достар, мен барлығын осылай кесіп алдым. Мінекей менде осындай шықты. Енді біз бұларды пісіруге кірісейік. Енді пісірейік. Қызып тұрған майға чак-чактарымызды саламыз. Чак-чактар өте тез піседі. Араластырып тұру керек. Көріп тұрғандарыңыздай өте тез піседі. Қызара бастаған кезде оттан аламыз. Мінекей достар, мен барлығын пісіріп алдым. Енді біз оның үстіне сгущенка қосып, араластырамыз. Сонымен достар, біздің чак-чак дайын. Мінекей осындай болып шықты. Қандай дәмді шыққан. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мен оның бетіне кокосовый стружка септім. Бұған ештеңе сеппей қоюға да болады, немесе мак, шоколад себуге де болады. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.